Ассалаумалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Біздің YouTube арнасындағы барша оқырман, тыңдарман, көрермен, баспана және те автокөлік алғыларыңыз келсе, міндетті түрде каналға жазылып, мына жақтағы қоңырауды басып қойыңыздар. Біз бүгін Ақтөбе қаласына келдік. Ақтөбе қаласында осы Зина апайымыз қазіргі уақытта немерелерімен өзі бір бөлмелі жатақханада тұрып келген екен. Осы уақытқа дейін жасы үлкейген апамыз қызы қайтыс болғаннан кейін немерелерін қолына алып, өзі соларға қарап бағып отыр. Әрине осындай апаларымыз осындай күнді таңдап алған жоқ. Аллахтың берген сынақтары. Бірақ сонда осындай кісілеріміз үйсіз-күйсіз жүру керек пе? Қалай болғанда да Аманат Драйв арқылы пайызсыз баспанаға ие болды. Яғни құжаттар өзінің қолында, Ақтөбе қаласының ортасында 3 бөлмелі пәтерді алып, қазіргі уақытта пайызсыз өмір сүріп жатыр. Сондықтан баспана алам деген достарыңыз болса, солармен бөлісіп видеоны ары қарай кеттік көреміз. Ақтөбе қаласы, жалпы біздің ақтөбеліктер қалай өмір сүріп жатыр. Үйді көрейік. Сіздің енді үй алдыңыз құтты болсын. 2 миллион 500-ін өз қалтаңыздан төлепсіз. 12 миллион теңгені Аманат Драйвтан алыпсыз. Айлық табысыңыз қанша қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта менде 200 мың. 200 мың теңге айлық табысыңыз бар. Сіз өйткені қызметкер, бюджетте медицина саласында. Нақтырақ айтсақ, қай жерде жұмыс жасайсыз? Мен инфекционный больницада, осы Ақтөбеде, бірақ ОКИВ деген областная клиническая инфекционная больница, сонда медсестра болып істеймін. Стажым 30 жыл. Жасыңыз? Жасым не 53-ке кеттім. Яғни сіз әлі пенсионный возрастта әлі жоқсыз, иә? Ал егерде банкке барсаңыз сізге... Банкке барсам мен бұндай үйді ала алмаймын, потому что менің зарплатам позволяет етпейді, первых. Во-вторых, олар қатты қарайды ондайға. Сосын мен мынандай 2 жетім бала тәрбиелеп отырмын. Бұл балалар кімнің баласы? Бұл балалар менің бір түйір қызым болды, 21 жылы осы үйді алар жылы августте қайтыс болды мамалары. Бұлар менің қолымдағы балалар. Тура өзіңіздің жасыңыздағы кісілер, ол кісілер ойлайды екен, мен үй ала алмаймын енді деп. Неге? Өйткені оларға пенсионный возрастқа кеп қалдыңыз, сіздерге бермейін деп айтатын көрінеді. Айтат. Өзімізде де болды, талай алайын деп тұрған жерден уже неден келеді, сізге отказ деп. Талай бардық, енді потому что бір бөлмеде қанша жан тұрдық. Сол кездері талай бүкіл банктердің табалдырығын тоздырғанмын. Маған ешқандай берген жоқ, одобрение маған бермейді. Бәрі зарплатымды бәрі қарап келеді де, запрос жібереді, сонда отказ болып келеді. Мынандай доступно жилье болған кездері біріншінде бірінші біз пендеміз ғой, бірінші адам миына өтірік деген нәрсе келеді. Ол шын деген нәрсе келмейді. Сосын күнде сізді қарадым, 3 ай бойы сізді қарадым прямой эфиріңізді. Ол кезде Эльмира Ешниязова болды. Сонымен сөйлестім, сосын Эльмира Ешниязова Астанадан үй алып, бәрін қарап отырдым. Сосын Ешниязовамен сөйлесіп едім, мынау дұрыс па, шын ба? Потому что Ешниязова Қазалының қызы ғой, мен де Қазалының қызымын. Сосын солай мен де Қазалыныкі едім, солай деп айтып едім. Жоқ, шын 200% мен отвечаю деп сөйдеді. Сосын барып апарып салдық. Жарайды, барлығы жақсы болды. Барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Аманат қолымнан ауысып алғаныма да қуанам. Бірінші оның барлығы Алла тағаланың маған берген бір сыйы. Алла тағала. Екінші, сіздің осындай жобаңыз жай халыққа өте оңай нәрсе, қол жетімді нәрсе деп ойлаймын мен. Бақытты отбасының кілтін береміз. Бұл сіз үшін арман үй болғанмен, қазақ үшін арман үй болғанмен, бұл жай ғана декорация, бұл дүние. Бірақ сонда да болса, осы дүниедегі ең бақытты ана, ең бақытты жан сізсіз. Қандай қиындық болса да мойымай, бала шағаларды бағып келген үшін осы үйдің кілті және де осы сертификат бақытты отбасына беріледі. Мына кеше бір үйге барса қала дейін торлап кетті. Оның ішіндегі етін де ұрлап кетті жаңа, бізге не істейін деп жатқан. Сонда жаңа, бірақ ана кісінің көңілі деген таза, сондай керемет кісі де жаңа. Сонымен таңғаламда
оказывается бізге даже не де керек жоқ екен ғой жаңағы. Тек қана жаңағы көңіл күйі ғана керек екен. Қара су ішсек те көңіл күйіміз. Ал енді сондықтан тағы да Инстаграмда отырған біздің оқырмандарымызға көңіл күйлеріңіз жарқырап жүрсін дегім келеді. Аллах Тағала сізде жарқырап жүрген кезде ғана береді. Бір-бірлеріңізге сомнение ұстап, бір-бірлеріңізді қазып, бір-бірімізді шұқып жүрген кезде еш нәрсе өзгермейді. Біз қазаққа просто өте қарапайым бағдарлама жасап бердік. Бізді мошенниктермен, алаяқтармен, анау финансовый пирамидалармен салыстырмасаңыздар болғаны. Потому что біз действительно осындай апаларымыз, осындай аналарымыз бақытты өмір сүрген үшін қуанамыз. Үйлі-күйлі болыңыздар, сау болыңыздар. Рахмет.